Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру Қазақстан медицинасының трансформациясы республикалық форумы бұл 2020 жылы іске қосылатын денсаулық сақтау жүйесінің өзгерістерін талқылау үшін мүдделі тараптар кездескен ауқымды тұғыр. Үкімет, денсаулық сақтау министрлігі, медициналық сақтандыру қоры, дәрігерлер, қоғам қайраткерлері, пікір көшбасшылары мен блогерлер Қазақстанның міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін іске қосуға дайындығын және жүргізіліп жатқан реформаның тиімділігін қарастырады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың беретін мүмкіндіктері. Медициналық көмек барлығына бірдей қолжетімді болады. Әлеуметтік тұрғыдан әлсіз азаматтарды қорғайды. Медициналық көмектің сапасын жақсартады. Тегін медициналық көмек қызметінің көлемін ұлғайтады. Медицина қызметкерлердің жалақысын ұлғайтады. Мемлекеттік және жеке медициналық мекемелер арасында бәсекелестік туғызады. Медицина қызметкерлердің еңбек ету жағдайын жақсартады. Медициналық мекемелердің жабдықталу деңгейін көтереді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды іске қосу үшін 5 жыл бойы ұзақ әрі жан-жақты түрде жұмыс атқарылды. Нормативтік құқықтық негіз дайындалып, қажетті ақпараттық жүйелер жасап шығарылып біріктірілді. Потенциалды жеткізушілер базасы қалыптастырылды. Біліктілігі жоғары мамандар оқытылды. Қарағанды облысында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша пилотты жоба іске қосылды. Мүмкін болатын тәуекелдер анықталып, оларды шұғыл түрде жою үшін керек механизмдер зерттелуде. Одан бөлек бүкіл ел бойынша медициналық жұмысшылар мен халық арасында өз мәртебесін анықтап, медициналық мекемеге тіркелу қажет екендігі туралы ауқымды ақпараттық және түсіндіру жұмысы жүргізілуде. Міндетті әлеуметтік сақтандыру дамыған елдерде жүзеге асқан реформа және сол елдерде қазіргі таңда денсаулық сақтау деңгейі бүкіл әлемге белгілі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бұл жаңа деңгейдегі медицинаға апаратын жол.